Нали. Бүгін кешке мен сіздермен 2-ақ жұмыртқадан шығатын шикарный лапша жасаймын. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін мен міне осыншама ғана ұн қосып алайын. Ұнға 2-ақ жұмыртқа қостым. Міне, қарап отырыңыздар. Вообще ештеңке қоспаймын. Почти что яичный заводпын ғой мен. Тұз ғана қостым, 2 жұмыртқа. Изюм ба, лизум ба? Лизум. Слайм жасап жатырмын. Не, енді қазір біріктіріп. 2-ақ жұмыртқадан міне қол басындай ғана кеспе шықты. Қазір осы кеспені жайып, мастер-класс көрсетемін сіздерге. Арнамнан алыстамай менімен бірге болыңыздар. Ардақ Әлбекованың каналына жазылыңыздар. Қарапайым қазақтың қызымын, ауылдың. Мені қолдап қойыңыздар. Өстіп. Қазір бір 5-10 минут қоя тұрғанайын. Өстіп. Нанымызды үлкейтіп аламыз. Ұн сеппей осындай етіп жайдым. Енді қазір мен кеспені қалай кесетінім туралы мастер-класс көрсетемін. 1-2. Хоп, хей, ла-ла-лей. Езілмейді. Ардақ Әлбекованың кеспе кесу мастер-классына қош келдіңіздер. Әп-сәтте 10 минутқа жеткізбей Ардақ Әлбекова осындай кеспені әзірлейді. Етті пісіріп қоясыздар картошкасымен. Оның сорпасына кеспе жасап, құрт қосып ішіп алсаңыздар, жақсы тамақ тұрған жерде жаман ауру тұрмайды. Не істесем де жабыспайтын кеспе көже. Сіздермен бірге болған әдеттегідей Ардақ Әлбековна, ауылдың қарапайым қызымын.